Алматыға іссапарға Мәлік ағаймен бірге баратынын білгенде қатты қуанып кеттім. Ол кісінің қызметі жай қатардағы инженерлердің бірі болса да өзін үлкенді-кішілі зауыт адамдар қатты құрметтейді. Бірі жұмбақ адам десе, бірі көпті көрген адам, бірі басқаларға ұқсамайды, ерекше жан деп айтып жатады. Бірақ не себепті олай дейсің десе, ешқайсысы жарып ештеңе айтпайды. Өздерінің бір құпиялары ашылып қалатындай жауаптан қашады. Әйтеуір ол туралы ешкім жаман айтпайды. Іс-сапарға шыққанда мен үшін біздің бастық секілді қатты ішіп, өзінің де өзгенің де мазасы мен берекетін алмайтын адам болса болғаны. Бірде біздің бастық Мәлік ағай туралы оның сөзімен бас директордың өзі де санасады. Жазған сұраныстарына үлкен жауапкершілікпен қара деген бар. Бұлай бөле жара айту әдетінде жоқ еді. Онысы құрметтеу ме әлде сескену ме себебін біле алмадым. Онымен кейде оқта-текте жұмыс бабымен кездесіп қалғанымыз болмаса араластығымыз жоқ. Мерекелерде, зауыттағы іс-шараларға басқа қызметкерлер семьясымен келсе, ол жалғыз жүретін. Ол туралы менің есіме түскен жақында зауыт кеңсесі алдында Майра, кәдімгі мен жақсы көретін Майрамен кездесіп қалып, ол Дүйсен деймін, алдағы демалыста тауға шығайықшы дегенде асығып тұрған түр көрсеткен, мен көмілші қолымның тимейтіндігін айтқам. Сол кезде қасымыздан өтіп бара жатып, сөздерімізді еріксіз естіген Мәлік ағай маған қарап жұмбақ күлімсіреген. Пойызға отырып билет тексергеннен кейін төсек орын алып жатып қалған мен қатты шаршағандықтан ба, жатысымен ұйықтап кетіппін. Мәлік ағайдың «Дүйсен тұр, тамақтануға сені күтіп отырмын» деген даусынан ояндым. Алматы-Москва жүрдек пойызы бір ырғақпен жүріп келеді. Ұйықтамағаныма бірталай уақыт болыпты. Маған әйтеуір пойыздар күндізгіден гөрі түнге қарай тез жүретін секілді көрінеді. Басым жеп-жеңіл болып тыңайып қалыппын. Жоғарыдағы екі жас жігіттер тойдан келе жатыр екен. Қатты ұйқыда. Купедегі кішкене столдың үстін Мәлік ағай дәмге толтырыпты. Мен де жолға алған тамақтарымды ала бастадым. Әр нәрсені бір айтып отырып тамақтанып та болдық. Бір кезде 40-қа толдың ба деп сұраған Мәлік ағай, осы күнге дейін үйленбей жүргеніңе не себеп деп төтесінен кетті. Үйленбей жүргеннің өзі жақсы деген кезекші жауабымды Мәлік ағай дені дұрыс жауап деп есептемеген көрініп тұр. 35 дейсің бе, аз жас емес қой деп бір тоқтатты да әрі қарай әңгімесін тез жалғастырып әкетті. Шырағым, уақыт деген білдіртпей өтіп кетеді. Сені Майраның жақсы көретініне дау жоқ. Ол маған ап-анық байқалып тұрады, себебі оның зауытқа келгеніне 5-6 жыл болып қалды. Кішкене коллективте адам тізе қосып бірге жұмыс істеген соң бәрін жақсы біледі. Әр адам бір кітап секілді ғой, тек оқи білу керек деп бір тоқтады. Майраның атын естігенде біреу жанды жерім тырнап алғандай, бұл тақырыптағы әңгімеге құлықсыздық танытқанымды білдіріп, терезенің пердесін ысырып, түнгі меңіреу далаға тесіле қарадым. Ыстықтағандаймын, ал бір жағынан еркек пен әйел қатынасы туралы әңгіме құлағыма жағатын секілді, жалықпай тыңдауға бармын. Бірақ менің жеке басыма қатысты болмаса болғаны. Менің Майраны жақсы көретінім өзіме белгілі. Бірақ Майраның мені жақсы көретініне шүбәлі едім. Әрі оны соншалықты сырт көзге байқалып тұрады деп ойламаппын. Жуынып келген Мәлік ағай екі ойлы болып аз-кем тұрды да, бір шешімге келгендей маған қарап, «Дүйсен, сен сырыңды айтатын, сырласатын, ақылдасатын алдында ағаң, артыңда інің жоқ. Досыңды әртүрлі себептермен бір сырыңды айта бермейсің, намыстана сүне аласың. Түсінбей қала ма деп ойлайсың. Тіпті сол сырларың бір кезде әлдеқалай уақытта өзіңе қарсы жұмсала ма деп те қорқуы мүмкін. Мен басымнан өткен өмірімнің бір үздігін айтып берейін. Мүмкін ой салар, кәдеге асар. Жол ұзақ қой» деді. Жұрттың сүр бойдақ болып қашанғы жүресің, қашан үйленесің дегеніне 40-қа келгенде оған дейін үй салып машина алайын, сосын үйленем десем тағы бірде осы күні қайсы бір дұрыс қыз бар дейсің деп танауымды шүйірген болып қоя саламын. Бірақ бар мәселе басқада еді. Ал Мәлік ағайдың сұрағы да басқаша. Ол кісі менің ішімдегіні көзбен оқып біліп отырғандай. «Өзіңіз біліңіз, уақыт өтсін ағай» дедім. Ол кісі әңгімесін қоңыр дауыспен бастап кетті. Мен жас кезімде ауылдағы көрікті денелі жігіттердің бірі болдым. Екі иығыма екі кісі мінгендей қапсағай денелімін, Құдай берген өнерім бар. Арнаулы оқымасам да кез келген музыкалық аспапта ойнап ән салам. Сөйтіп жүріп құшағыма ай сайын бір қыз, олар өздері келіп құлаған соң қадірі болмайды ма, әлде маған тәуір қыздар кездеспеді ме? Әйтеуір олармен 2-3 рет бірге болғаннан кейін олар мені жалықтырып жеріп шыға келемін. Мені қол жетпестей көрді ме, олар да талапсыз қала берді. Атыраудың Әсила деген бір қызы маған «Үйлен» деп біраз жүгіргенде, «Мен сенің бірінші жатқан еркегің емеспін ғой» дегем. Ол «Мен сенің алдыңда адал болдым. Мен жасөспірім кезімде бір мас адам зорлап кеткен деп шынымды айттым ғой. Сен менімен болғанша басқа жігіттермен сүйіскен де емеспін» деді. Аз-кем ойланғаннан кейін маған пәк болып кездескен қыздар да жетерлік деп күлгенінде ол жылып алғандай, «Ендеше сен солардың пәкті құрсын. Мен сені шын жүрегіммен сүйіп едім ғой» деп
Көздеріне толған жасты көрсетпеуге тырысып жүгіріп кеткен. Мені ол кезде қыздар ғана емес, тума-туыстар да жұмысқа бастықтарға дейін төбелеріне көтеретін. Жүрген жерім думан, ауыл түгіл ауданға келген әртүрлі комиссиялар мен атақты қадірлі деген адамдардың алдында өнер көрсетем. Табыс та жаман емес. Шынымды айтсам, сол қызға берген сондай мысқыл жауабыма әлі өкінемін. Сол қыздың қарғысы бірнеше күн құлағымда шыңылдап тұрғандай болғанмен, біраздан кейін ұмытып кеттім. Қайран 25-тің демімен алды-артыңа қаратпайтын бұлқынған бұла күштің тасқыны шығар. Кез келген ортада суда жүзген балықтай өзімді еркін сезінемін. Сөйтіп жүріп үйленіп ажырасып та үлгердім. Олардың арасында көлденең кездескен әйелдер мен кездейсоқ байланыстар қаншама. Сөйтіп жүріп 32-ге келдім. Сол кезде менің өмірімде бір өзгеріс болып басыма қара бұлт ұрылады. Бір рет әйелмен оңашада ыңғайсыз жағдайға қалғаннан кейін сол жағдай бірнеше рет қайталанған соң әйел атауға беттемей қалдым. Тағы бірде бір қылықты әйел үйіне шақырып, тәтті қылығына денем балқып төменгі жағым жыбыр-жыбыр етіп жан біткендей болып еді. Жем-жемге келгенде қанша тырыссам да түк шықпады. Қылықты әйел істемейтіні бар, қатын не тең деп былш еткізді. Содан кейін үйленбек түгіл әйелдерге жақындауға қорқатын болдым. Менің өмірімде басқа бір кезең басталды. Алматы мен Москваның арасындағы қалаларда талай дәрігерлерге көріндім. Бойыма қан жүгіргенмен әйелге жақындағанша күш кетеді. Не керек, әйтеуір дәрігерлердің қойған диагноздар мен қолданған емдер қаншалықты әртүрлі болып, әртүрлі ем қолданса да нәтиже болмады. Менің емделуден де бетім қайтып шаршадым. Шет елге шығып емделу ол кезде Советтер одағы дейін үлкен елуде біреулер ғана бұйырады. Оның үстіне қарыз жағы да қол байлау болды. Жылына алатын демалысты бір ай. Одан шешем қайтыс болып ажырасқан әйелім басқа қалаға көшіп, жаныма жұбаныш болатын жалғыз баламен кездесу де проблема болып қалды. Жанымды арақпен жұбатқым келіп, бөтелкемен ащы суды жақсы көріп, бірге ішетін бөтелкелестермен дос бола бастадым. Осы арада тағы 2 жыл зу ете түсіп, менің еңсем түсіп, бұрын маған сүйсініп таңданып қарайтындардың енді маған мүсіркей, тіпті жиіркене қарайтындығын сезе бастадым. Әйтеуір денемді сүйреп жұмысқа келем. Көңілімді ауламақ болған дос-жаран, тума-туыстарға ыңғай бермеймін. Олар менің көңілімдегі ең үлкен қорлықты білмек түгіл сезбейтінде. Сол кезде тағдыр маған аяулы бір періште әйел жолықтырды. Сәлима маған тағдырдың тартқан үлкен сыйы еді. Үлкен зауыттың өндіріс пен жоспарлау бөлімінің кабинеттері қатар орналасқан. Соның бірі мен істейтін өндіріс бөлімінде шамамен жасы 35-37 арасында аққұба келген тартымды келіншектің жаңадан жұмысқа тұрғанын біздің бөлімнің жігіттері бір-ақ күнде білді. Оған себепші Сәлиманың өзі болатын. Бөлімдегі 4 жігіт айдың аяғы болғандықтан 4 столды құшақтап, мұрнымыздан шаншылып жұмыстарымызбен айналысып отырғанбыз. Жігіттер, саламатсыздар ма? Мына тоқ шәйнекті жөндеп бересіздер ме деген таза мөлдір дауыс естілгенде денем шым ете қалды. Неге сонша еңлен еткенімді білмеймін. Шын болса кейде адамға Құдай сездіреді дейді ғой. Бұл дауыстан біртүрлі күйге түскенімді өзім де түсінбей, еш нәрсеге мән бермеген болып, басымды көтермеген күй отыра бердім. Аздан соң, "О, мәке, мынаны сіз қарамасаңыз біздің қолдан келмейді екен" деген әзілкеш жандостың ойнақы дауысын естіп басымды көтердім. Әйелге көзім түскен, менің көңілім ойсырап, қарным ашып қалды. Алдымда аққұба, еш ерекшелік жоқ, қарапайым ғана әйел тұрды. Жаңағы мөп-мөлдір дауыстың иесі менің ойымша сұлу әрі жас қыз болу керек еді. Кінәрат тоқ шәйнектің өзінде емес, тоқ жүретін бауында екен. Оны тез жөндеп бергенмен, жандостың ол әйелді маған әдейі сілтегенін сездім. Сізге көп рахмет деген мөлдір дауыс жанымен әйелдің аузынан шыққан. Байқағаным, кішкене қара көздері адамға тіке зерделей зерттей қарайды екен. Әйел кеткен соң жандос: "Аты Сәлима, күйеуі жоқ, бір баласы бар екен. Мен кадр бөліміне жаңа технологияны өндіріске енгізуге байланысты сыйақы беру туралы бұйрық жобасын апарып едім, сонда анкета толтырып жатыр екен" деп үлкен бір іс бітіргенде ыржиды. Мен болсам мән бермегендей түр көрсеттім. Арада бірнеше ай өтті. Сәлимамен араласып кеттік. Жоспарлау бөліміндегі әйелдермен бұрын араластығымыз жоқ еді. Енді бір мейрам болса 2 бөлім қосылып, соңынан жалпы зауыттағы қызылшылыққа бірге барамыз. Бірде Сәлиманың үйіне 2-3 жігіт барып, ауласын жөндеп бердік. Шешесімен бір ұлы бар екен. Сәлимадан біздің жігіттер авансқа дейін қарызға ақша алады, ақылдасып тұрады. Уақ-түйек жұмыстарымен еркін бара беретін болды. Мен ғана сөйлеспеймін десе болады. Әйелдерді жек көремін. Соңғы 2 жылда оларға еркімнен тыс жазғыра кінәлардай болармын. Әйелдерсіз жаңа өмірге үйрене бастадым. Думанды кештерге барғанда ең сұлу, ең тәкаппар деген қыз келіншектердің айналама үйіріле қалатыны, 2-3 көргеннен кейін қойныма енуге кетар еместігі, олармен кешетін тәтті ләззат алу сәттерінен кейін майдан алаңын жеңіппен оралғандай күй кешетінін, әйелдердің алдындағы асқақ киім оларға кейде менсінбей, кейде мысқылмен қарайтынын бәрі
көзден бір-бір ұшып көрген түсте өте шықты. Тек әйел денесінің құпия территориясына жетпей не ене бергенде шауқатының еріксіз төгіліп кететіні үнемі көз алдынан кетпейтін сурет болып қалды. Жаңа жыл жақындап қалды. Екі бөлімнің қызметкерлері жаңа жылда бір күн бұрын жұмыстан кейін қалып ұйымдастыратын болып келістік. Ұйымдастырып жүрген баяғы Сәлима, ол туралы жұрт мақтап айтатын болған. Жұмысына да адал, таза адам дейді. Ол жұмыс аяғында маған келіп, Мәлік, сізді өлең айтады дейді ғой, ертеңгі мерекелік кешімізге домбыра мен гитара алып келіңізші деді. Құдай біледі, бұл туралы оған айтып жүрген Жандос. Ол әйел менің үйде домбыра мен гитарам барын қайдан білсін. Ертеңіне Жандостың машинасымен екеуін де алып келдім. Үлкендеу болған соң әйелдер біздің кабинетімізге дастархан жасады. Біз оларға көмектесіп, дүкенге жүгіріп, банкілер мен шөлмектерді ашып көмектестік. Бір үйдің адамдарындай ұйымшылдықпен дастарханға отырдық. Тостылар айтып биледік. Осы кешке арналған шарт бойынша әркім бір номер дайындау керек. Біреу биледі, біреу өлең айтты. Жандос анекдоттар айтып берді. Кеш аяқталғанда үлкендерді бір рейспен үйлеріне жеткізіп тастаған Жандос екінші рет кетіп бара жатып, кабинеттің кілтін Сәлима екеумізге ұсынып, Сәлима екеуіңе комсомолдық тапсырма. Комсомолдық жастан өтіп кеткеніміз есіне түссе керек, дереу сөзін түсеп, жоқ, партиялық тапсырма, аяғына дейін жинап тазалап, бір-біріңді шығарып саласыңдар деді. Екеуміз де партия мүшелері болмасақ та қарсылықсыз қала бердік. Екеулеп кабинетті жинастырып, Сәлиманы үйіне шығарып салдым. Жолай үнсіз болдым, не айтарымды білмеймін. Әңгімеміз қабыспады. Жынды адамдай жасын сұрамаппын. Ол болса әлде бір мұңдау енді ыңылдаумен болды. Жасы менен бақандай 4 жас үлкен екен, бірақ сырт көзге жас көрінеді. Сәлима есігін ашып жатып, Мәке, үйге кіріп шай ішіп кетіңіз деді. Мамасы мен баласы бар емес пе еді? Әлде бүгін жалғыз бекен деп екі өл тұрдым да сыпайы рахметімді айтып қайтып кеттім. Үйге келе жатып Сәлиманың әні ұнаған шын, бірақ өзі емес деген ойға келдім. Мәлік ағаның сөзін бөліп біреуге купе есігін жұлқылады. Ағай әңгімесін үзіп есік ашты. Купесін шатастырып алған көрші купенің адамы екен. Сірә рестораннан қайтса керек, аузынан арақ иісі сасып тұр. Әңгімемізді бұзып жіберді. Мәлік ағай да тамбурға шығып темекі тартып, даусын баяулатып әңгімесін әрі қарай жалғастырды. Жұмысқа келсем, Жандос жымың-жымың етеді. Жағдай қалай деген сөзіне соншалықты маңыз береді. Екі иығымды көтерем, жұрт дегенді қойсаңшы. Жандос тағы нағыз парсыңдар дейді. Жалғызлықты әйелге ғана емес, жалғызлықты еркекке де сөз үйіркеледі екен. Бір күні мені тоқ ұяларын жөндеуге Сәлима үйіне шақырды. Жөндеу деген әдейі айтылған сылтау. Бүгін Сәлиманың туған күні екен. Ыңғайсызданып қалғанмен неге жалғыз қарсы алғалы жатырсың деп едім. Ол тіке туған күнімді сенімен бірге өткізгім келеді деді. Онымен жалғыз қалудан қорыққандай кеткім келіп еді. Аяқтарым айтқаныма көнбегендей, көңілімде онымен бірге аз уақыт болса да бірге болуды қаладым. Бірақ асығыс едім, баратын жерім бар. 1-2 сағат болайын. Бұндай күн сені жалғыз қалдыруға болмас деп күлген болдым. Алдымызға иісі бұрқыраған манты да келді. Салаттардың да ащысы, тұщысы да бар. Тос айтып құттықтаған болдым. Білмегенімді айтып, сыйлығың мойнымда дегенді қостым. Сәлима шарапты молынан ішіп отыр. Кезектесіп те қосылып та өлең айтып біраз уақыт өткіздік. Тезірек қайтуға себеп іздегенмен, сені бұлай көп шетте ойлаған жоқ едім деді. Сенімен еркін сөйлесіп, еркін болу үшін әдейі ішіп отырмын деді. Бағанадан бері бір жаққа бармақшымын деп тартыншақтан тормозын ұстамай қатты ішіп кетем бе деп қорқып аз ішіп отырғанымен рюмканы сыртып қойып үлкен кесеге ақ арақты құйып тартып жібердім де, несі бар, еркін болсақ еркін болайық дедім. Ол біраздан кейін тіземе отырып мойнымнан құшақтады. Еріндерімді іздеп тапты. Сезімім селт етпейді. Мәлік, бағана сыйлығың мойнымда деп едің ғой. Сол сыйым болсын, бүгін таң атқанша менің қасымда болыш деді. Арақ ішкеннен соң ба әлде бүк не шық болсын деп бұл қатынасымызға тезірек нүкте қоюға тырысып өзімше жұмбақтап, Сәлима, мен сенің ойыңнан шыға алмаймын-ау деп қорқамын деді. Тағы бір жол бар. Ол ештеңеге қарамай атып тұрып үйге қайту болатын. Бірақ Сәлиманы аядым. Олай істесем оның намысын таптап, менсінбей кеткендей болам. Бағана отырмау керек еді. Енді бір қалған соң не де болса аяғына дейін жеткізу үшін шыдау керек деп шештім. Құшағыма тығылып жатқан ол, оны білем деді. Мәссаған дедім ішімнен. Нені біледі екен? Мен сені сүйемін, Мәлік. Ол жағың істемегенмен қолың мен тілің бар емес пе? Қап, мына қатын мені өлтірді, өзіне мене көріп келме. Тілім байланып қалды. Мен құлағым қате естіп тұрған жоқ па деп құлағымды шұқтым. Дұрыс еститін секілді. Сәлима сөзін әрі жалғастырды. Сен тек таң атқанша менің қасымда болып, менің айтқандарымды тыңдасаң болды. Бір түн ғана, содан кейін өзің шешерсің деді. Кішкентайымда ғана ойыншық алып берсе бұзып зерттеп ішінде не бар не жоғын біліп қайтатын құрастырып шығатынмын. Мені бір әуестік биледі ме, әлде әйел мен еркек арасында қатынасты
бір кісіде білемін дейтін маған өзімнен біргілі ұстаз кездескенін сездім бе, әйтеуір ұятты бір жағдай болса көп ішіп қойыппын деп, нағыз болмаса ол жерден жұмыстан шығып кетерім деп ойлап, осы жерде таң атқанша қаламын деп шештім. Басыма арақтың буы тие бастаған секілді ме, көңілдене бастадым. Әміріңізге құлдық, о падишам, не бұйырасы деп ойнақылана тіл қаттым. Бар киімдеріңді шеш те ваннаға жүр, мен су толтыра берем деді. Дастархан басына келіп тағы бір рюмка арақты қағып салып, еркінсіп ұялмайтын етіп жіберетін арақтың болған қандай жақсы деп ойладым. Ваннаға кірсем, Сәлима ваннаға су толтырып, әлде бір қызғылт сары ұнтақты суға салып жатыр екен. Мұрын жарған қош иісі аңқып кетті. Арақтың қызуы ма, дел сал бір күйге түстім. Сәлиманың айтуымен ваннаға отыра кеттім. Ішімнен әлде дауыс шықты ма білмеймін. Рахат, ұят емес деп өзіме өзім дем беріп қоям. Сәлиманың тыр жалаңаш шешініп жатқанын байқап көздерімді жұма қойдым. Әйел денесінің сәл ашық жеріне көзім тисе болды, бойымды билейтін тәтті дірілден еш хабар жоқ. Өлім-ай деймін ішімнен. Ваннадан атып шығып кетіп те қалғым келді. Не болса да болар болды. Иә, оны білем дегенде нені меңзеді екен? Мен болсам өзімнің пас екенімді меңзеп айтқам. Қателеспесем, ол да менің ойымды дұрыс түсінген секілді. Бала емес қой, мейлі. Не болса да енді бәрі кеш. Көп болса Сәлимамен бірге істейтін заводтан жұмыстан шығып кете саламын. Мәлік белгісіз екен деп айтып жүрмес. Өзі ғой қалмай жүрген. Мәлік, қане арқаңды сайын. Мен бағана шомылып алғам деп баласын шомылдырған анадай мені жуындырып жатыр. Мен болсам не істесең соны істе. Бар ерікті өзіңе бергем дегендей момақан күйде отырып ұйқыда жатқан сезімді оятып алса тіпті жақсы болар еді деймін. Мені шомылдырған суды төгіп тастап қайтадан су толтырып маған аяқтарыңды жина дегенде ымдап өзі де отырды. Біреу айтса күлер едім. Ваннада шомылудың да өз қызығы бар екен. Әсіресе әйел мен еркектің бірге шомылғаны. Ванна үлкен болғанмен екеумізге таршылық қылғандай, Сәлима алдыма бір адамдай жартылай жабысып жатырмыз. Сәлима менің батылсыздау қолдарымды қос арна-арна апарды. Жайлап сипағаннан артыққа бармадым. Қысып-қысып алғым келген, аймалап ұзақ сүйгім келген. Бірақ содан соң не істеймін деймін. Мәлік, мені төсекке көтеріп алып баршы деген сызылған үнді естігенде көрші бөлмедегі төсек емес жердің шетіне алып бар десе де әзір едім. Бөлек бөлмеге жерге салынған төсекке әкелгенде Сәлима болтың етіп құшағымнан шығып кеткенін пайдаланып дастархан басынан 2 рюмкаға арақ құйып әкелдім. Сәлиманың шарап ішіп отырғанын білсем де әдейі ақ арақ құйдым. Өзімнің де ішкім келіп тұрмаса да өз есебім бар. Кейде әр нәрсенің кем-кетігін арақ білдірмей жібереді. Арақ ішкендер анау-мына нәрестеге көңіл аудара қоймайды деді ғой. Сәлимаға екеуміз үшін алып қоялық дедім. Қиыла қарап ішуін күтіп, одан кейін өзімде тартып жіберіп бір нәрсені қатыратын адамдай Сәлиманы құшақтап төсекке құладым. Сәлима мойнымнан тас қылып құшақтап денеме дене болып жабыса қалып ерін тосты. Енді ерінге тиіп, бұлақ суына шөлдеп келіп бас қойып сіміргендей аймаласқан соң қолдарының да өзінен өзі автоматты түрде әйел денесін сипалап түгендей бастады ғой. Жаным, мен сені жақсы көрем. Сен менің ұзақ күткен адамымсың деді Сәлима, денемді біресе аймалап біресе сылап жатып. Екеуміз космос кеңістігіндегі салмақсыздықта ұшып жүргендейміз. Біріміздің басымыз біріміздің аяғымызға жатады, немесе керісінше. Сонша әйелдермен болып бұндай жағдайда соғыспаппын, қабат деген ай деп өкіндім. Сәлиманы мұндай қызу қанды деп ойламап едім. Денесіне массаж жасап аймалағанында өзінен өз қозып, демі жиілеп, көздері жалт-жұлт етеді. Мәлік, бар денемді аймалашы деді алқынған дауыс. Өзі маған үлгі көрсеткендей сандарымды да сөмірейіп солық жатқан 200 грамм етімді де жанай өтті. Одан соң сұқ саусағымды қыса ұстап өзінің кіндіктен төмен тұсына апарды. Мен оқыған сұраға келген студентте қуанып кетіп, оның қолдарын серіп тапты, сол аймақты зерттей бастадым. Сәлима көздерін жұмып рахат бір күйде жатыр. Денесі бабында, титімтей артық еті жоқ, қолын мүсінді. Бәйгіге қосылар сәйгүліктей жұтынып тұр. Еркекпен болмағаныңа қанша болды деймін, алқына сыбырлап. Тіпті бұл сұрағымның орынсыз екенін біліп те тұрғандаймын. 5 жыл 7 ай 9 күн. Жаным, бірін-бір жақсы көретін адамдар бір-біріне деген ынтызарлық сезімін жасырмау керек, оны көрсете білу керек деп, менің дене мүшелерімді түгендей бастағандай, мен де енді даладағы қос күмбездей қос арбаған кеудеге біткен қос анарды аймалаған сайын ес-түстен айырылып барамын. Бірақ белден басып өтіп, бөксе жаққа баруға жүрегім дауалар емес. Мәлік, сен психологиялық кедергіден өте алмай тұрсың. Әйел мен еркектің арасында қарым-қатынас өз алдына үлкен бір ғылым. Бір-біріміздің денемізді зерттеуді бірге бастауымыз керек. Бұл уақытша нәрсе. Сен ертең емделіп жазылғанда мен жүкті болып, сенің балаңды көтеріп жүргенде сенімен жатуға болмайтын, 1-2 айда да сезіп, рахатына бөленудің осындай жолдары бар. Бір кезде кең төсек үстінде екеуміз құмда ойнаған балалардай жалаңаш күйде шүйіркелесіп отырғанымызды байқадым. Сәлиманың мені қанаттандырып, мен жүкті болып, сенің балаңды көтеріп жүргенде деген сөздерінің соншалықты сенімді, соншалықты нық шыққаны сондай
Кенет менің басыма әлдеқайдан бір сигнал келгендей, сәл шыдасам Сәлиманы жүкті ететіндей көрініп, 5 жыл 7 ай 9 күн еркекпен болмаған әйелдің алдында бір түн айтқанын тыңдаймын деп уәде беріп, сөзіме қожа бола алмағаныма азаматтыққа жатпайтынын түсінген болуым керек. Соңғы кезде әлдеқалай болды, тағы да ұятқа қалатын болдым-ау деп мені еркімнен сезімімді тұспалап тұратын қорқыныштың қақпағына алып лақтырып тастағандай болып, сезімімді еркіне қоя бердім. Сөйтіп жатып Сәлиманың мен ойлаған әйелдерде емес, мен үшін көп нәрсеге әзір екеніне көзім жетті. Сәлиманың жетегіне еніп құмарлықты қандырудың, соның ішінде әйел құмарлығын қандырудың басқаша жолдарын үйрене бастадым. Минуттар өтті ме, секундтар өтті ме білмеймін. Сәлиманың мен аймалап аласұра айтқан тәтті сөздерімен қатар балықтың торсылдаған жарылғандай дауыстан басымды көтеріп алдым. Құлап сүрініп ваннаға жүгірген мен қолыммен бет-аузымды шайып келсем, Сәлима шала жансар адамдай былқ-сылқ жатыр екен. Еппен құшағыма алып бауырыма бастым. Мен оның күн сайын жұмысқа барудан үйіне келген соң құрғақтай тамақ жалғап алған телевизор көруден басқа жұмысы да қызығы да жоқ деп, істейтін жұмысты 2 жұмада бір химчисткаға киімдерін тапсырып алатын, айына бір рет адам жалдап, үйін тазарттыратын, 2 күн демалысқа арақ ішуден өткізетін еркектің үйіне нұрын шашып, өзгеріп енгізген маған ең жақын, ең қымбат адам болуы мүмкін екенін түсінгендеймін. Мен сен ешкімге бермеймін деді бақытты әйел даусы. Ол түннен бастап Сәлима екеуміз 2 жартым бір бүтін болып тұрып жатқанымызға 2 жылға таяу уақыт өткен. Өміріміз өзгерді. Толыққанды жанұя болып кішкене отанымыздың жоспарларын құрамыз. Бірге қонаққа барамыз, үйге қонақ шақырамыз, саяжай мен машина алдық. Әйтеуір өміріме де, Сәлимаға да дән ризамын. Сәлима екеуміздің бірігіп жасаған махаббат атты кемеміз бақыт атты теңізде еркін жүзе бастады. Сәлиманың талабымен бұрын көрінбеген дәрігерлерге қаралдым. Нәтиже болмады. Одан халық емшісі де ме, дұғамен емдейтіндер де ме, әйтеуір алысты жақынды еркек әйелді жасы кәрісі бар талай емшілерді ардақтап, күдерім үзіле бастады. Біреулерге көзімше ем қонып құлан таза жазылған көріп, үміттенем де айтқандарын істеймін. Іш дегенін ішемін, жаса дегенін жасаймын, бірақ соңынан еш нәтиже шықпағанын көріп, көңілім пәсейіп, үмітім үзіліп, сенген көңілім күлге айналды. Сол кезде мен Сәлиманың маған үлкен сүйеніш болып, мықты төзімділік танытқанын ерекше атауым керек. Бірақ Сәлиманың мінезін білмейсің ғой. Мен ойлағаннан өз нәпсім емес. Мен сенен сәби сүюім керек дейді. Мен 2 баламыз бар, Құдайға шүкір деймін. Ол болса құшағымда жатып арманын айтады. Тұлымды желбіреген саған тартқан бір қызым болса деймін. Жоқ, бір ұл бір қыз туам дейді. Сөйтіп жатып кезекті емші туралы айтқанда мен шарт кеттім. Мен ешқайда бармаймын дедім. Әдеттегідей менің денсаулығымның түзелетініне көзімді жеткізіп баруға үгіттей бастаған Сәлимаға. Мен шаршадым, саған бай болып жарытпасам, қалаған байыңа тиіп ал деп тіке айттым. Айтарын айтсам да оның жанын жаралағаныма өкіндім. Менің шешем 10-шы баласын 49 мүшел жасында туғанда мен неге 40 жасымда туа алмаймын? Анау досымыз Әсия да бірінші қызын 41 жасында туған жоқ па? Бір облыс орталығында емші кемпір бар екен, арғы аталарынан бергі емші. Бұндай аурулар түгел жынды адамдарды да жазатын көрінеді. Осы жол соңғы рет барайық, ем қонбаса енді мен емдел деп, өмір айтпаймын деп ант су ішіп ботадай боздап отырып алды. Сөйтіп екеуміз де жұмыстан ақысыз демалыс алып пойызға отырып, емші кемпір тұратын қалаға бет алдық. Емшінің үйіне таксимен жеттік. Жағдайымызды, неге келгенімізді сұрап, Құран оқып отырған кішкене қара кемпірге, апа сіз қалай емдейсіз, оқисыз ба әлде шөп дәрімен емдейсіз бе деп сұрадым. Алдына оқ орамал жайып отырған мына кемпірге тіпті сеніп отырғаным жоқ. Ол кісі маған мен қайдан білейін қалай емдейтінімді. Атам айтады, ол кісі не айтса сол болады деді ашулы дауыспен. Сірә менің сұрағым ұнамаған болу керек. Көненің көзі екені көрініп тұрған ескі Құранды ашып құмалағын салып біреумен сөйлескендей күбірлеп отыр. Аты жөнімді руымды сұрап алды. Бір кезде бәрін жинап алды да ертең келіңдер, бүгін атам келмей отыр деді. Мен күліп жібердім. Кемпір кішкене көздерімен ата қарады да күлетін еш нәрсе жоқ шырағым, аруақтар да шаршайды. Бүгін келген адам көп болды, әлде сенбей келгенін сезіп отырған шығар, әлде дәрет алмап бердіңдер деп сұрады. Ертең болса ертең келік деп емшіден шықтық. Кеше атаның неге келмегенін түсіндім. Сенбегенің өз алдында сен жаман адам екенсің ғой. Күлге аунаған атеш құсап, жатпаған ұрғақшын қалмапты. Мәс саған мойнында 2 қыздың қарғысы жүр. Ойбай, нысапсыз нәпсіғұмар. Ең жақын досыңның әйелмен де болыпсың ғой деп маған кішкене көздер өңменмен өте қарады. Менің тілім байланып қала жаздады. Оның айтып отырғанын барлығы шындық еді. Мына кемпір емші емес, көріп кел ғой деп ойладым. Қалай білген, мен бұлай қалада бірінші рет болып тұрмын. Еш танысым жоқ. Менің басымнан өткен, өзімнен басқа ешкім білмейтін нәрселерге дейін қалай білген. Мағрипаның өзі дедім қақалып шашалып. Досымның әйелін айтам, оның өз қойныма кірген. Даусымның әрең шыққанына өзімде таңданып, басқа еш нәрсеге сөз қарсы айта алмадым. Көзімнен тырс-тырс жастанып отырған байқадым. Кемпір менің өткен өмірім телевизордан көріп отырғандай әлі сөйлеп отыр. Айтқандарының бәрі дұрыс, бәрі тура.
Жә, қорықпайық қой, келіншегіңе айтпаймын, оны жоғалтудан қорқады екенсің. Түнімен Құдайға жалбарыныпсың ғой. Иә, ата, не дейсіз? Ауруын сол өзіңіз айтқандай ма? Иә, бір кезде емші кемпір өзінен өзі әлде атасынан сөйлескеннен қойып маған қарады да қара терге түсіп көздері қып-қызыл болып кетті. Сен жазыласың, атам айтты деді. Бірақ өтеуіңе қымбат адамың ба, әлде қымбат нәрсені жоғалтасың деді. Емделесің бе, жоқ па, өзің шеш. Менің шындықтан басқа айтатыным жоқ саған деді емші кемпір. Ештеңені ойлағым келмеді. Бар жан дүниемен емделгім келді. Иә, емделем, сізге сенемін дедім. Айтарын айтып алып өзім таңдандым. Емшіге қалай сенбеймін, бәрін тура айтып отырса, ал өтеуіне жоғалтасың дегені не тайыр, ол туралы ойлағым да келмеді. Емші кемпір маған емді атасының айтуына қарай жасайтын, 3 күн оқып балауыз қоятын, 3 рет молаға барып сол балауыздарды ескі молаға көмуім керек екен, сосын 3 күн оқылған 7 түрлі шөпті салып ваннаға түсу керектігін, одан соң денем мен тамырларын жібін, соңынан қызғалдақтың майын денеме массаж жасайтынын айтты. Үйден шыққанда Сәлима мені құшақтап алып, Мәлік, не болды, түрің құп-қу болып кетіпті, емделгің келмесе керек емес, кетейік. Жоқ, емделгім келеді, және осы емшінің мен емдеп шығатынына сенемін дедім. Емшінің көмекшісі шығып, Сәлимаға кім апам кірсін деп жатыр деді. Сәлима емшіден шыққан кезде жүзі шырайланған, қуанышты, бірақ көзінде жас тұр еді. Қонақ үйге келген соң Сәлиманың айтуынша, мен 100% өзгеріп кетіппін. Емнің ең соңғы күні емші үлкен телефон жабылған төсекке мен тырдай жалаңаш жатқызып Құран сүрелерін оқып денемді қолдарымен сылап, екі шекемді ұзақ уқалап отырды да көз ілеспес шапшаңдықпен еркектік мүшемнің асығын жағынан бір нәрсені жұлып тастағандай гырқ еткізді. Жан даусым шығып айқайлап жібердім. 2 минуттай селкілеп жатқан мен кішкентай емші кемпірдің денемдегі тарамыс қолдар тиген жерлердің көгеріп шыға келгенін байқадым. Осы кезде емші Сәлиманы шақырған. Оған да шешін деді. Біз аң-таңбыз, бірақ басында кемпір мені емдесін десеңдер айтқанымды бұлжытпай орындайсыңдар деген. Өзім ыңғайсызданып жатқан менің басыма мына кемпір не істегелі жатыр деген қорқыныш кірген. Ол менің ойымды оқығандай. Қорқатында, ұялатында ештеңе жоқ. Дәрігерден ұялмайсың ғой, менен неге ұяласыңдар? Менің дәрігерден айырмашылығым, дәрігер сенің тәніңді емдесе, мен жаныңмен қоса тәніңді емдеймін. Ал мына өзіңнің некелі әйелің ғой, бойыңды жинап үстіңдегі майды сүрт те әйеліңмен жат. Мен шығып кетем деді. Мен өңбе түспе, сенелар емеспін, не істерін білмеймін. Шешініп жатқан Сәлимаға қарағанда бойымды жағымды бір дірілдің пайда болғанын сездім, таныс сезім. Айналам жарық нұрға толып кеткендей. Орнымнан тұрғанда тамырлары білеуленіп, бар күшіне мініп тұрған 200 грамм етімді көрдім. Бұл маған баға жетпес бақыт еді. 32-ке толғанша тәтті ләззаттың дәмін татып, әйел атаулының сүйіктісі болған жігітке 30-дан асқан шағында еркек ретінде дәрменсіз болып қалғаннан жаман нәрсе жоқ еді. Сол сәтте мен өзімнің шын бақытты екенімді сездім. Сәлимамен өткен 2 жыл бақытты деген өмірім, менің тәубеме келуім болса Сәлиманың шүкіршілік екен. Дені сау күйеуінен жүкті болғысы келетін әйел, төсекте еркек құшағына мейір қанбаған әйелдің томардай болып жататын әрекетсіз еркектің қасында жатуы да бір азап екен менің санама жаңа жеткендей. Сәлиманың үйреткен амалдары да тек бергі жағынан өзіміз алдау секілді көрінді. Ялғанымен абыройын 2 қолмен жауып тұрған Сәлима бір күліп бір жылап тұр. Есіктің арғы жағынан емшінің әмірлі даусы естілді. Болыңдар, мен емнің нәтижесіне көз жеткізбеймін бе? Денемді майда шала сүртіп, қапталған төсек үстіне Сәлиманы жығып салып, ып-ыстық шуақты ләззат тұңғиығына сүңгіп кеттім. Сәлима екеуміздің жанымыз бен тәніміз бірігіп, бір адамға айналып кеттік. Арасында Сәлимаға саған рахмет, сенің еңбегіңді емшінде ұмытып кеткенде екеміз. Сол кезде бізден бақытты жандар жер бетінде жоқ еді. Қайтар жолда поезда жоғары класты 2 адамдық орын алып балайымызды өткізгендей болдық. Біздің қуанышымызда, бақытымызда шек жоқ еді. Екеуміз де махаббаттың табиғи тән ләззатына шөлдеп қалыппыз. Мені кемшіліктеріме қарамай сүйе білген, маған әркез сезім мен сүйіспеншілігін дәлелдеуден тынбаған, жетелеп жүріп осындай дәрежеге жеткізген Сәлимаға деген ризашылығым шексіз еді. Дүйсен, мен доғарайын, дем алатын уақыт болды. Қалғайын қайтар жолда не болғанын Алматыға келген соң айтайын деген. Мәлік ағаға мен жұлып алғандай, жоқ Мәлік аға, менің ұйқым келіп тұрған жоқ. Айтыңыз, Сәлима апа қайда? Мен оған тағатсыздана қарадым. Ішімнен менің де өз Сәлимам болса ғой деп армандап үлгердім. Мәлік аға бір сәт үнсіз қалды, салқын шай құйып ішті. Терең дем алып, аз кем отырып қалды. Мен Мәлік ағаның басындағы әлде бір ауыр халді сезгендей оған тынышсыздана қарадым. Сұрағыма өкінгендей төмен қарадым. Сәлимадан ойда жоқта айырылдым ғой деді ол күрсініп. Біз бақытты едік. Сол бақытымызды Құдай көп көрді ме? Білмеймін, бір күні өмірімнің быт-шыты шықты. Ертектерде әжелеріңіз бәрі Құдайдың қолында, берейін десе бір күнде бері салады, алайын десе бір күнде ала салады деп отыратын. Сол шын екен. Емшіден кейін 3-4 айдан кейін Сәлиманың аяғы ауырлағанда төбеміз көкке жеткендей болды. Әсіресе арманы орындалған Сәлимадан асқан бақытты адам жоқ еді.
ажарланып өзіндегі шуақты айналасындағылармен бөлісіп жүретін. Мен оны ерекше күтімге алдым. Ауыратын бүйрегін жиі-жиі қаратты. Витамині мол тамақтар ішкізіп үйде ештеңе істетпейтінмін. Екі баламмен қосылып алақанға салдық. Тіпті ішіндегі сәбиіне көп мезгіл болмаса да ауырлық түседі деп өлеңде айтқызбауға тырысам. Кәрі қыз ұл тапса қоятын жер таппайды дегендей, мен де аяулымды кешігіп кездестірген бақытымды, мені толыққанды өмірге жеткізген қымбат досымды қалай күтіп сақтарымды білмедім. Әйтеуір менің жан дүниемде бір мазасыздану басылды. Мен Сәлиманың ауру бүйрегінен қорқатын едім. Сол күні Сәлима жұмысқа кетерде мойныма асыла кетіп, бүгін аудандағы завод филиалында бір топ адамның комиссия болып іс-сапарға барып келетіндіктері туралы айтып тұр. Мәкеу, мына тентектің қимылдайтын уақыты әлі болған жоқ секілді еді. Жаңа жуынып жатқанымда біреу ішімнен әлсіздеу түртіп қалғандай болды. Ертең дәрігерге барайық. Мақұл ма, әрі өзіге түсіп, ұл ма қыз ма білгім келеді деді. Сәлиманы құшақтап ішін ұстадым, одан құлағымды салдым, ештеңе сезбедім. Әдеттегіден мұқият болуын тапсырдым. Сәлима естен шыға бара жатып қайта оралды. Тыңдашы Мәлік, мен баламызды жұбатқанда анамның мені жұбатқан өлеңін айтамын, өзі сондай ұнайды. Мен еңбек демалысымды алып үйге жөндеу жүргізіп жатқанмын, үй сырлайтын бояу езіп жатқанмен, бар Сәлимаш, бар, жұмыстан қаласың, асықпай жүр дедім. Әлі күнге дейін неге солай деп айттым, өзімді өзім кінәлаймын. Неге әдеттегідей құшағыма қыса тұрмадым, неге аймалап шығарып салмадым деймін. Кетіп бара жатып қимағандай қайта-қайта оралған оған тағдыр бір нәрсені сездіргендей екен ғой. Мезгіл жетпесе де уақытынан бұрын қимылдаған сәби де бір нәрсені сезгендей. Ал мен ештеңе сезбеппін. 2 сағат жол жүріп барып келіп жүрген сапарының бірі ең соңғысы болады деп кім ойлаған. Қасындағылардың айтуынша машинаның соғылысып ауып бара жатқанын байқаған жүргізушінің қасында отырған Сәлима Мәлік деп шыңғырып есікті ашып жіберген секірген. Ажалдан қашып армандаған баласын құтқармақшы болған секілді, бірақ сол әрекеті өлімге алып келгендей. Себебі қасындағы машинада қалған 3 адам дін аман. Қасындағылар да жол апатына тексеру жүргізгендерде айтады, Құдайдың ісі, егер ол секірмегенде аман қалатын еді. Ажал айдап тұр ғой деп. Сол жерде көргендер айтады. Сәлима қос қолымен ішін орай құшақтап, сәбиім бір нәрседен қорғалғандай болып жатыр екен деп. Машинада болған зауыттың бір адам айтады. Сәлиманың Мәлік деп шыңғырған дауысы құлағыма бір айдай шыңылдап тұрып алады дейді. Мен сол кезде ғана емші кемпірдің қымбат адамыңды, не қымбат нәрсеңді жоғалтасың деген сөздерім есіме түсіп алды. Бұрын оған еш мән бермегенмін. Ол емші біз сұрап алған бақыттың өтеу болатынын білген. Сол үшін мен де Сәлиманы да үгіттеген, тек соны ести сезе білмекпіз. Қандай өтеу екенін емші кемпір де білмесе керек. Қымбат адамының әлде қымбат затыңнан деген. Үйім өртеніп кетсе де, қымбат машинамды ұрылып кетсе де өкінбес едім. Тек 2 адамды алып кеткені маған оңай соққы болған жоқ. Мен тек 2 баламның алдындағы міндетім ғана сақтап қалған секілді. Сол 2 баламды оқытып, үйлендіріп жеткізу керек. Сәлиманың артынан оңай жолдармен кете барғым келіп, талай оқталғанмен Сәлиманың Мәкеу, 2 баланы кімге тастап кетпекшісіз, Құдай бұйырған күні кездесеміз ғой. Мен сені күтем деп тұрғандай көрінеді. Сәлимадан кейін әйелдерге жолаған жоқпын. Әйелдерге жоласам, бір аппақ кіршіксіз нәрсені бүлдіріп алатындаймын, саф алтынды қорқылатындаймын. Мен Сәлиманың алдында үлкен қарыздар екенімді білемін. Түнде төсекте қиналып өткізетін түндерімді Сәлиманың аппақ сезімі үшін Құдайдың жіберген жазасы деп ұғып, ол жазаны мүлтіксіз орындаудамын. Сәлима да әйелді қайтып кездестірмейтінімді білемін, үміттенбеймін де. Мәлік ағай сәл тыныстап, әңгімесін қорытылғандай сәл үнсіз қалды да, ал сенің басың жас әлі. Сәлимаңды кездестіресің, ешқашан күрессіз берілме, әсіресе ауру мен өмірдегі кедергілердің алдында. Дүйсен, мынаны, адам өз бақытын іздеуден шаршамау керек деп сөзін бітірген Мәлік аға қаламын алып алдындағы газеттен жыртып алып бір нәрселерді жазды да қолыма ұстата салды. Бұл не аға? Емші әжейдің адресі ғой. Артықтығы жоқ, ала сал, қажет болып қалса дегенім ғой. Менің емші білмейді, ешкім сезбейді деген сырымды Мәлік ағаның жазбай сезгенін түсіндім. Менің бақытсыздығым қай кезден басталғанын білмеймін. Сезгенін бертін келе қыздармен жақындаспақшы болған жерде жер болғым. Анамның айтуынша кішкене кезімде қолды аяққа тұрмайтын тынымсыз бала болып, қазандағы ыстық сүтке түсіп кетіппін. Қайнап тұрмағанмен ыстық сүттің аты ыстық сүт, әлде басқа себептер бар ма білмеймін. Ата-анам да жолдастарыма да айта алмаймын, қандай дәрігерлерге барып қаралатынымды да білмеймін. Өмір білінбей өтіп жатыр. Менің жасымдағылардың бір-екеуден балалары бар. Қолымдағы адрес жазылған қағазды құтқарушымдай құшырлана қыстым. Өзім де соңғы кезде жар сүйіп, семья бақытын сезіп әке болуды аңсап жүрмін. Көз алдыма Мәлік ағайдың аяулы Сәлимасы келгендей, ол да маған сенің де өз Сәлимаң бар, айналаңа мұқият қара дегендей болды. Көзін жұмып терең ойға кеткен Мәлік ағайдың жүзіне көзімді салып, оның менен бақыттырақ екенін ұқтым. Оның менен бақыттылығы сүйе білген, сүйікті бола білген жан. Көз алдыма Майра келді. Дүйсен екеуміз тауға шығайықшы деп тұрғандай.
Шығамыз жан, шығамыз деп сыбырлағанымды өзім де сезбей қалдым. Әйтеуір ешкім естімеген секілді. Мүмкін менің Сәлима Майра шығар. Өзі айтқандай 2 жарты 1 бүтін болып, аз да болса бақытты өмір сүрген Мәлік ағаның адам өз бақытын іздеуден шаршамау керек деген сөзіне көзін ұйқыға кеткенше құлағымнан кетпей тұрып қалды.